Сәлем достар, бүгін 5 минут осындай дәмді торт дайындайтын боламыз. Ешқандай миксердің, ешқандай блендердің көмегінсіз дәмді әрі оңай міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алғаш бізге керек болады осындай 15-20% қаймақ, менде 15%-ын қолданып. Қажет болады сгущенка, вареный сгущенка болса, достар, тіпті жақсы болады. Екеуін жақсылап қолымызбен араластырып аламыз, көпіртіп, сосын бізге керек болады. Әне осындай крекер печенье, менде 300 граммдығы, соленый, тұзды болмасын, достар. Жай ғана простой түрін аламыз. Сосын біртіндеп отырып, осы қаймағымызға салатын боламыз. Достар, менің видеоларым ұнаса тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай қою болу керек. Видеода көріп тұрғандай, сосын формамызды дайындап аламыз. Кез келген форма, менде 22 см, астына пищевой салафан саламыз. Сосын осылай жақсылап формасын дайындап, нықтап, холодильникке 2-3 сағатқа жібереміз. Егер түнде дайындап, таңертең шығарсаңыздар, дәмі деген өте керемет болады. Сыртына шоколадты құйып жіберсеңіздер, вообще вау болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қалағандарынша сәндесеңіздер болады, достар. Ас болсын.